Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, ата-аналар, әріптестер. Менің аты жөнім Жұмағалиев Арман Меңдіғалиұлы. Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақхана тәрбиешісімін. Ғажайып шеберхана үйірмесінде түрлі бұйымдар дайындаймыз. Солардың бірі бүгін бізге шеберлік сағатында қамшы дайындаудың 4-6 таспалы қамшыны өріп дайындаймыз. Қамшыны айтатын болсақ, қамшы ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Қамшыны қазақтың салт дәстүрінде қолданудың, ұстаудың тәрбиелік мәні, ережелері болған. Қамшыны жайшылықта екі өктеп ұстайтын болған. Ал былай салбыратып жіберу, өрімін салбыратып жіберу, ол әдепсіздіктің, дұшпандықтың белгісі деп білген. Сонымен қатар, сондай-ақ қамшыны сыйға берген кезде жерге тастап берген екен. Салмақты жер көтереді, құт береке кетпесін деп ырымдап берген екен. Жалпы енді қамшыны айтатын болсақ, үлкен екі бөліктен тұрады: сабы және өрімі. Және сабы мен өрімін қосатын алақаны болады. Сабын алатын болсақ, сабы 4-7 тұтамнан, тобылғы ағашынан, еліктің сирағынан, киіктің мүйізінен дайындаған екен. Ал енді өріміне келетін болсақ, 3-4 өрімнен бастап 40 өрімге дейін өрілген. Өрім түрлері: 4 таспалы өрім, 6 таспалы өрім, 8 таспалы өрім және 12 таспалы өрім түрлері. Енді бұл жерге қажетті құралдар: ең бірінші мінекей былғары. Былғарын алып отырмыз. Мына жерде алдыңызда міне құралдар, қажетті құралдар. Сосын дайын сап алып отырмыз. Саптың шетін тесіп қоямыз, бұрғымен тесеміз. Шеберлік сағатын бастамас бұрын мынау құралдармен үй жағдайында қолданған кезде қауіпсіздік ережесін сақтауды еске саламын. Қайшыны қолданған кезде дұрыс қолданып, сабынан ұстап, басқа адамға жаңағы ұш жағын ұстап береміз. Қолданған кезде отвертканы да дәл қолданып, сол ойда алып қоюымыз керек. Бұрған кезде ептілік қажет болады. Сонымен қатар біз ең қауіпті құрал, бізді де қолда алшақ ұстап қолдануымыз керек. Сосын кішкентай баланың қолы жетпейтін жерге жоғары алып қоямыз. Енді мынадай өрім өру үшін 6 таспа сызып қиып аламыз. Оған мынада сызғышпен, қарындашпен 5 мм-ден 6 таспаны белгілеп сызып алғаннан кейін қайшымен қиямыз. Таспаларды қиып аламыз. Қиған кезде ең басына 3 см басына қалдырамыз мынадай. Сосын келесі таспаны қия береміз. 6 таспаны біз қиып дайындап алдық. 6 таспаның ұзындығы 50 см. Ал басына 3 см мінекей қалдырдық. Бұл 3 см қалдырғанымыз бұл алақанға, қамшының алақанына жалғау үшін қалдырдық. Енді мынадай қыспақты аламыз. Қыспақтың орнына кез келген қысатын затты алуға болады, немесе скотчты қолдануға болады. Столдың жанына бекітеміз. Осылай. Сосын 6 таспаны 3-тен қайшылап аламыз, айқастырып аламыз. Сосын оң жақтағы шетік таспаны төменге түсіреміз де, сол жақтағы бірінші таспаның қасына өткізіп, төменге жоғары қарай көтереміз. Тартамыз. Келесі сол жақтағы таспаны астына түсіреміз. Оң жақтағы таспаның бірінші таспаның қасынан жоғары көтеріп, сол жаққа тартамыз. Сосын тағы да оң жақтағы таспаны түсіріп, астына сол жақтағы таспаның бірінші таспаның қасынан жоғарыға тартамыз. Осылайша өрім жалғаса береді. Жалпы қамшы өру баланың қол икемділігін дамытады. Қолдың ұсақ моторикасын дамытады.
ойлау қабілетін дамытады. Неке мынадай енді алты таспаны 10 сантиметрдей өргеннен кейін осы алты таспаның шеткі екі таспасын қиып тастаймыз. Шеткі екі таспасын қиып тастадық. Енді 4 өрімге ары қарай жалғастырамыз. Бұл енді сәндік үшін ертеде 4 өрім жаңа жіңішке өріледі. Сондықтан да мал айдаған кезде тіліп қатты бату үшін тілгенде осындай 4 өріммен өрген шеткі өрімдерін. Енді шеткі өрім 4 өрімді тағы да екіден айқастырамыз да оң жақтағы таспаны тағы да төменге түсіреміз. Сол жақтағы таспаның екі таспаның ортасынан өткізіп кейін қарай қайтарамыз. Сол жақтағы бірінші таспаны төменге түсіреміз де, оң жақтағы екі таспаның ортасынан өткізіп, кейін қайтарамыз. Оң жақтағы таспаны төменге түсіреміз, сол жақтағы екі таспаның ортасынан қайырып, кейін қайтарамыз да, осылай өрім жалғаса береді. Мына 4 өрімді аяқталып келдік. Аяқтағаннан кейін ең шеткі таспаны, мынадай бір таспаны алып, ортасынан қайтарамыз да, осылай байлаймыз. Мінекей байлап тастадық. Түймектеп байлап тастадық. Өріміміз 4 таспалы өріміміз дайын болды. Ал сонымен келесі кезең біз мына сабымыз дайын, өріміміз дайын. Енді осы сап пен өрімді жалғастыратын алақан дайындауымыз керек. Қамшының алақанын. Алақанын мынандай үлгі арқылы тағы да былғарыдан қойып, сызып, қиып аламыз. Алақанға екі былғарыны қиып алдық. Енді бір-біріне беттестіреміз де, бұлай беттестіріп, шет жағынан айналасынан тігіп шығуымыз керек. Оған біз мынадай кендір жіп қолданамыз, сосын мынадай бізді қолданамыз. Бізді қолданған кезде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Бұның орнына ине жіпті де қолдануға болады. Екі жағын айналдырып тігіп шықтық. Шетінде мына жіпті мынадай байлап қалдырамыз. Сосын шетінде мына жерде ашық қалу керек. Қамшы өрімін жерге салу үшін ашық қалдырамыз. Енді мына алақанға өрімді бекітуіміз керек. Мына тігілмеген жерге, мына ашық жерге осы өрімнің мана алған 3 сантиметрді ішіне саламыз, кіргіземіз. Ішіне кіргіземіз. Сосын дәл осы жерді тағы да мына жіппен тігіп шығуымыз керек, тігіп қоюымыз керек. Бұл жерде тағы да бізді бір жағына алып кіргіземіз. Сосын жіпті алып қайтаруымыз керек.
сияқты кейін мына жақтан да жіпке екінші жағынан кіргізіп бізбен кейін қайтарып аламыз. Осы жерді қойшымен қиып алып қысып байлаймыз. Тағы да қайшымен артық жерді қиып тастаймыз. Алақанға өрім бекітілді. Енді саптың көріп отырсаңыздар, саптың шетінде жаңа тесік қойдық. Бұл тесікке қамшының бүлдіргісін байлаймыз. Шеткемді тесікке өткізіп, бұлай өткіземіз де, сосын бұлай қысып тартып тастаймыз. Саптың бүлдіргісі дайын болды. Енді осы саптың басын аздап қана қашаумен аламыз басын, тегістейміз. Осы тегістеген жерге алақанды мынадай екі бұранда шегемен бекітеміз. Бұранда шегені отверткамен бекітеміз. Мінекей қамшымыз дайын болды. Сәндік қамшымыз дайын болды. Сонымен міне 3 бөлімнен тұратын қамшымыз дайын болды. Енді қазіргі кезде бұл қамшының түр-түрін дайындап жатырмыз. Мінекей мынадай қамшының сабын станокта, токар станогында өңдеп, мынадай қамшы сабын жасаймыз мінекей. Сонымен қатар мынадай алақанында қамшының сәндеп, былғарымен, үстінде фанера ағашын ойып, күйдіргімен күйдіріп, мынадай сәндік алақанында дайындаймыз. Сонымен қатар қазіргі кезде мынау қолданысқа көп енгізу үшін мынадай қамшының жаңа үлгісін дайындадық. Қамшының жаңа үлгісі. Бұл жерде қамшының өрімі барлығы сол күйінде қолданады. Өрімі, алақаны. Бірақ та мынау сабына мындай пластикті қолданып отырмыз. Пластикті, яғни қалам салғыш ретінде пайдаланамыз. Қалам салғыш ретінде. Сосын пластиктің басына телефонды қуаттандыратын пауэрбанкті қолданамыз. Сонда жаңа үлгідегі қамшы қаламсап деп аталады. Мінекей осындай қамшыларды сәндік ретінде, сыйлық ретінде қолдануға болады. Менің өткізген шеберлік сағатым сіздерге пайда қасады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.